Қазалы ауданында медицина қызметкерлері күніне арналған мерекелік кеш өтті. Кәсіби мереке аясында денсаулық сақтау ісіне үлес қосқан мамандар марапатталып, ардагерлерге сый құрмет жасалды. Медицина күні құтты болсын! Адам өмірі мен денсаулығын қорғауды басты міндет еткен жандарға арналған шарада дәрігерлердің еңбегі ұлықталып, үздіктерге лайықты құрмет көрсетілді. Аудан әкімі медицина саласының қоғамдағы маңызына тоқталып, сала мамандарын кәсіби мерекелерімен құттықтады. Қандай да қиыншылық болмасын, сіздер әрқашанда ыстық ықыластарыңызбен адамдарға көмек көрсеттіңіздер. Қазір де Гиппократ антынан айнымай, жаны ауырып, жабырқағанға жәрдем жасауға әзірсіздер. Осы қалыпсыз қызметтеріңіз үшін сіздерге риясыз алғысымызды білдіреміз. Сыр елінің қазыналы Қазалы ауданының денсаулық сақтау саласы әрқашан арта берсін. Сіздерге ем қабылдауға келген біздің жерлестеріміз алғысын, тілегін білдіріп, аман-есен отбасыларына, оралуларына тілектеспіз. Мереке құтты болсын. Елдігіміз еңселі, тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай. Қазақ елі мәңгілік ел болсын. Ақ халатты абзал жандарға мың алғыс, аман болыңыздар. Салтанатты шарада денсаулық сақтау саласының үздіктері марапатталып, оларға Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің құрмет грамоталары, облыс және аудан әкімдерінің, сондай-ақ облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының алғыс хаттары табысталды. Облыс әкімінің алғыс хатымен Дабылова Гүлжанат Мәуленқызы марапатталады. Аудандық көпбейінді орталық ауруханасының орталық емхана бөлімінің дәрігері офтальмологы. Және де облыс әкімінің алғыс хатымен Бектұрғанова Әйгерім Оңғарқызы марапатталады. Аудандық санитарлық бақылау басқармасының жетекші маманы. Марапат иелеріне қошеметтеріңіз болсын. Мерекелік шараға ел ағалары, облыстық және аудандық мәслихат депутаттары, медицина саласының ардагерлері мен қызметкерлері қатысты. Бүткіл осы аудандағы барлық медицина қызметкерлерін шын жүрегімнен барлық медицина қызметтаймын, дендері сау болсын, аудан халқы еш уақытта ауырмасын, ауданымыздың халқына медицина қызметкерлері адал қызмет етіп, әр уақытта абыройлары асқақтай берсін, аман болыңыздар. Ауырсаң жаның өзіңе, жаның тәтті ғой, дәрігердің қызметі ең қиында қызықты деп білемін мен енді. Ауырмаңыздар, бірақ дәрігердің қызметі еленіп ескеріле берсін. Марапат иелері көрсетілген құрметті зор жауапкершілік деп бағалап, алдағы уақытта да халық денсаулығы жолында аянбай еңбек ететіндерін айтты. Бүгін аудан әкімінен марапатталып жатырмыз. Барлық әріптестерімді осы мерекемен құттықтаймын. Тек жұмыста абыройлы болып, жұмыста тек беделді болып жүрулеріңізді тілеймін. Мереке құтты болсын бәрімізге. Мерекелік кеш концерттік бағдарламамен жалғасып, аудан өнерпаздары жиналған қауымға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Зере Аралбайқызы, Ерғанат Асаутаев, Серік ТВ телеарнасы.